Бексұлтан аға, сіздің Шыңғыс ханға көзқарасыңыз аға? Шыңғыс хан жайындағы әңгімеге саясаттандырылмай тарихи тұрғыдан ғана келу керек, табиғи тұрғыдан. Тарихи тұлғаның ең белгілі нәрсесі екі неден тұрады. Бұл тілі қай тілде сөйледі, қай мекенде өмір сүрді. Бұл екеуін ешкім қолдан жасай алмайды. Қанша өтірік айтсаң да бір жерден ши шығып тұрады. Осы мәселеге көңіл бөлу керек. Ол Шыңғыс ханның жосығы деген, ясақ деген сөз жоқ, ол жосық. Осы күнге дейін айтады шалдар, сен бір жосықсыз адам екенсің дейді. Жөн жосық, заңға, ештемеге, тәртіпке бағынбайтын адамды айтады. Бұл Шыңғыс ханның еңбегі, тәртібі жасаған, осы күнге дейін қазақта өлген жоқ деген сөз. Ал енді мына қолжазбаларды, деректерді қайта оқу деген сөз. Бұл өте қажет нәрсе. Қазанғап Байболы 1946 жыл қайтыс болды. Шыңғыс хан іленің бойында өмір сүрген деп айтып келді. Кім оған нанды? Ешкім нанған жоқ. Мына Түркістанда туған батыр ер бабамыз, оның атының өзі әлемдер күткен деп Мағжан өлең жазып кетті Түркістанда. Оған кім тыңдады? Ешкім тыңдады. Халық жауы болған адам айта береді дедік. Не болды бізде деректерге? Ешкім сенген жоқ. Бұның бәрін қайта көзгерген Тілеубердінің Қытай тілінен аударған Моңғолдың құпия шежіресі деген кітаптың өтірік екенін дәлелдеді. Содан кейін барып бұл дүние қайта қозғалды. Ал Шыңғыс ханның құпия шежіресі дегенді бір-ақ нәрсе ойлаңыздар. Ол кітаптың аты емес, жалған ат. Оның шын аты Шыңғыс қағанның құзауыры. Шыңғыс қағанның түп-тұқияны деген сөз. Қузап, арғы түбін тегін айтып отыр. Ал ол тегі бойынша кітаптың аты түркше жазылды деген сөз, кітап түгел түркше жазылды деген сөз. Ол түп нұсқа жоғалып кеттіміз. Қытайша ғана нұсқасын біз түп нұсқа деп жүрміз. Ол жоғалған жоқ, әдейі жоғалтып отыр. Көрдіңіз бе? Мәселе қайдан шығады? Түркше жазуды құртып отырмыз. Ал Шыңғыс қағанның құзауыры екен Мәлкім Тілеуберді өтірік айтып отыр дейін десең, 1972 жылы Ленинград наукадан шыққан алтын топшының алғы сөзін оқыңыз. Первоначально это памятник назывался Шыңғыс қаған құзауыры. Родословие Шыңғыс хана дейді аудармасымен берген. Не дәлдік тарихи дерек деген осы. Демек, бұл о бастан бұрмаланған. Неге бұрмаланған, ол басқа мәселе. Ал енді қараңыз енді. Жаңағы ең бірінші бізге жазылған дерек Шыңғыс қағанның құзауыры. Шыңғыс қағанның құзауыры болсаң, ол дейді, Бөлтақтың түбінде туған дейді. Бөлтақ деген бөлек, екі тау деген сөз. Бұл Қосқотырқай, Кербұлақ ауданындағы Қосқотырқай. Екі тау ғой, екі жеке тұрған екі тау. Соның түбірінде Жұбыр деген жерде дейді. Жұбыр дегенде өтірік оқып келген. Ана пішіктен, ерөйліктен. Тілеуберді дұрыс оқыды. Бұл Шұбар. Шу дегенде жу деп оқыған, бар дегенде бұр деп оқыған, Жұбыр болып шыққан. Бұл Шұбар. Шұбар әлі де Шұбар. 800 жыл бойы өзгермей әлі Шұбар болып тұр. Сол жердегі Көде арал дейді. Көде аралың арал төбе, әлі арал төбе. 800 жыл бойы. Бәрі бірдеңге үшеу қатар тұр. Оғаннан байдасаң, анау Шыңғыс ханға келгенде айтады ғой, анау үлкен кісі Тілеуберді. Сенің туған кезіңде мен саған жөргекке алып келген, мына Қосқотырқайдың түбінде, Шұбардың түбінде дейді. Ал сол жерде Шыңғыссай тұр. Алтын емелдің сол жағыдан. Мен сол жерде туыскенге нақты білем. Ананы көріп отырғанда бүкіл өзі, міне Шыңғыссай былай тұр, қарсында Шұбарың, Қосқотырқайың, Арал төбе, адан арғарай бар көрінеу, ар жағында Жасылкөл, ар жағында Бұрқан, Түрген, бәр тұр. Кітапта жазылғаның бәрі реті-ретімен тұр. Неге осыншалық дәлдік болады? Бөртені алып қашып кеткен жер Бүркөй ірге дейді. Осынға дейін ірге тау. Ал енді бір нәрсеге қараңыздар. Естеріңізде болса, бұл өзі балық аулап жүргенде өзінің үлкен басқа шетелден туған үлкен ағасын Қасыр еке өлтірмей ма? Сол өлтіргенде Ононның бойынан дейді. Қараңыз енді, Ононның бойынан кім келеді? Мына бақанаса тұрған жалайырлар ғой. Солар келеді дағы, ана өзінің ағасын өлтірген, біз оны сазайын берейік деп келеді. Келген уақытта Қасар, Жұбыр бәрі ара жақтан ағашты қиып дейді, жібермеуге тырысты дейді. Шыңғыс хан арғара кім? Теміршін. Теміршін деген аттың өзі әдейі өзгертілген. Бұның ұлты білмесін деп. Теміршін. Бұны қазақтар темір дейді. Бұны ақсақ темірде мен темір болам деп ұмтылды ғой. Сол темірге жетем деп. Темір хан бұл. Содан енді қараңыз, содан қашқанда Шыңғыс хан қашып қойып дейді, Бұрқаннан қашып. Түрген тауына барып тығылды дейді. Түрген тауына, Бұрқаннан Түрген.
Міне Бұрхан міне тұр, міне жақында Өсектің басы Түрген тоғай 50 шақырымға дейін созылады. Оны әдейі айтпайды Түргенді. Неге? Шатастыру керек. Әдейі бұрмаланған нәрсе. Ал енді бұл Түргенді 1856 жылы 750 жылдан кейін Шоқан барып, Жаркенттен төмен жағында Өсек өзені осы күнге дейін Түрген болады деп жазылған. Түрген кентке барып, түйелерін жоғалтып, сол жерде Бұрхан суда суды борған, шалғын екен дейді. Осының бәрі жер неге дәл келеді? Ал енді осы жерден 9 күн тығылып Түрген тоғайға. Сонан кейін қашқаннан кейін бұны 10-10-ның бойынан қашылып шығады. Бұл не деген сөз? Түрген барып 10-10-ға құяды деген сөз. Ол 10-10 емес, Өнән. Өйткені 10-10 деп әдейі бұрмаланған. Мына парсы тілінен 5 том қылып жақында қазақ тіліне аударды Зәріпбай, Оразбай деген жігітпенен Ержан деген екеуі. Ол кәдімгі президенттің кітапханасында тұсаукесері болды. 5 данасы президенттің қолына да берілді. Оқиын десеңдер, мен орысшасында Зәріпбайдың да екеуін салыстырып оқыдым. Моңғол деген бір жерінде сөз жоқ Рашид ад-Диннің. Орысшасын оқыдым, түгел моңғол. Рашид ад-Дин айтады, бұлар бір кезде жаугершілік болып, түрік тайпаларын қырғаннан кейін 2 отбасы ғана аман қалады. Қиян менен Нөкіс. Қазіргі Нөкіс деген осы Қарақалпақта толып жүр. Біздің Түлкібаста Нөкіс деген ру бар. Көрдіңіз бе? Әрбір сөзге мән беретін болсаң, Шыңғыс ханның, Теміршінің, төңірегінің бәр түрік халқы. Түрік халқы. Ал енді содан қарап қор. Қарақорымды айтады. Қарақорым мына кім осы кітапты аударған кезде Жетісудың жерін суын білмейді. Тілеу берді. Жүрші мен саған көрсетейін деп алып бардым. Алып барып, бәрін жүріп көргеннен кейін барып Бұрханды көрді. Бұрхан деген өзің көрсеңдер, ана 30 сериалы бар ғой, табалмаған. Сайдың іші қарағайлы ну болу керек ол. Сайдың ішін бекітпесе ағашты қиып дейді, жібермей тосқауыл жасады дейді. Сайдың аузына жасамаған айдалаға ағашты қиып жасамайды ғой, жолдың үстіне жасайды. Бұрханның аузы тұр. Мына Түрген жақтан келетін аузы. Соған ағашты еткен. Сонда тоғайдан айналып қашқан кезде көріп қойып артынан қуады. Көрдіңіз бе? Қандай? Содан тығылып бара жатқанда анау Сұрқанның үйінде түнімен қымыз пісетін үйден қашып шығады ғой. Қашып шыққанда оның қолына от бермейді. Үзеңгі бәрін сұрады. Егер ананы ұстап алатын болса, кім бергенін білмес үшін әдейі жібереді ғой. Жүргенде барып қабырғаның қасында барып өзінің отбасына табысты дейді. Демек бұл Өнән өзенінен арғарай онша алыс емес жер болу керек. Бүрке ергеле бар. Сөздерге барып отбасымен табысты дейді. Мен бұның бәрін көзбен көргенде сөздерді туып өскеннен кейін айтамын. Көрдіңіз бе? Осындайларға мән бермесең, тарих ешқашан анықталмайды. Жоқ жерден талас қалып, ой, олдым. Жүріңдер барып көрсетейін, экспедиция құрыңдар. Ода тұрған не бар? Өз жеріміз, өзіміздің отанымыздан тіпті азық түлік тамақтарының бәрін мен мойныма көтерейін, жүріңдер дейін. Бірін бармайсыңдар. Осы мәселенің көбі кеп моңғол менен моғолға тіреледі. Мына моңғолдар моңғол емес, қазақтың ұғымында. Бұлар қалмақтар. Ал моңғол дегенде екеуде түріктің сөзі. Бұл қайдан шықты деңіз? Рашид ад-Динде тұр. Бұлар жаңағы 400 жыл сайдың түбінен шыққаннан кейін біз мұң ұлмыз деп атаған дейді өздерін. Рашид ад-Диннің ана орысша аудармасында да солай, Зәріпбай аудармада да солай. Мұң ұлдармыз дейді. Ал енді мұңғылды өзгертіп көріңіз. Мұңғылға ауысуы оп-оңай. Шаңырақ, құман деген сияқты ғының қосылып кететіндері бар ғой. Сол тұрғыдан қара. Ал енді бұны неге мұңғыл деп атадың? Өйткені Шыңғыс хан өзінің көзі тірісінде сол таңғұттарға шабуыл шабайын деудің алдында 4 баласына өзінің хандығын, иелігін бөліп бермей ма? Сонда бергенде ең кішісі Төлеге осы отырған жер кенже балаға қара шаңырақ беріледі, және осының шығысындағы елдер беріледі деді. Егер Шыңғысқа Моңғолда жаңағы біздің Бұрхан деген Хентай тауы болып келетін болса, бұл шығыс Моңғолия. Моңғолияда тұрып сонда Төлеге ар жағындағы мұхитты беруі мүмкін бе? Ел жоқ ар жағында. Демек, бұл қате. Моңғолия емес, бұл моңғол деп отырғаны. Жаңағы мұңғыл деген сөздің түрленіп барып төлемен бірге барған. О жерді төле басқарған. Жаңағы 10 деген сөз, басқа сөздердің бәрін қазір қойбасында керулен деп бәрін өзгертіп географияға қараңызшы. Өндір дегенге дейін қойып алған моңғолдар. Өйткені Шыңғыс ханнан айырылмау керек мақсаты. Ал 1979 жылы алғашқы моңғолдың құпия шежіресі шыққанда Дарамсуден деген ана тарихы түсінікті бір де бір сөзді таба алмайды.
моңғолдың жерінен міне шыңғыс хан өткенде бірде бірін таба алмайды. Мынау анау болу керек, анау. Ол ғылым онымен жасалмайды ғой. Анау болу керек, мынау. Оның бәрі жорамал. Рахмет аға.